Есіктің алды жасқайын, жапырағыңды баспайын. Бұл үйден аттап шыққан соң еркелікті қол тастайын. Иә, бұл өлең жолдары өздеріңіз түсінгендей сыңсудан алынған. Дәстүрдің озығы бар, тозығы бар демекші, әр ұлттың заман ағымына ілесе алмай, ұмытылып бара жатқан көне дәстүрлерде болады. Бүгінде қазақ халқының өте әдемі дәстүрінің бірі сыңсу. Сыңсуды кім жазады? Қай елде бұл дәстүр сақталған? Тілшіміздің сюжетін тамашалаңыз, кейін студиямыздың арнайы қонағымен бұл тақырыпты кеңінен талқылайтын боламыз. Ұясынан ұзатылып бара жатқан қыздың өз үйімен қоштасар сәтте қимастықпен айтатын мұңлы әні сыңсу. Ертеде сыңсуды қалыңдық сіңлі жеңгелермен, құрбыларымен бірге үй-үйді аралап айтатын болған. Бұл дәстүр қазақ қоғамына 15 ғасырдан белгілі. Есіктің алды долана, доланаға жолама, қанша жақсай деген мен өз әкемдей болама. Сыңсу жырын қалыңдық өзі шығарады. Оның екі нұсқасы кездеседі. Ол қуанышты жағдайда және қыз өз еркінен тыс тұрмысқа шығып бара жатқан кезде, жаңағы өзінің арманда қалғанын, өзінің еркісіз ұзатылып бара жатқанын жеткізу үшін сол сыңсу жырын айтатын болған. Бүгінде әуені әуезді болып келетін сыңсу рәсімі айтарлықтай өзгерді. Қазір қимастықпен айтатын мұңлы әнді ұзатылар қалыңдық тұрмақ жеңгелері де орындамайды. Халқымыз бұл дәстүрді той ұйымдастыру орталықтарына әлдеқашан табыстап қойған. Атқа кетіп барамын, жаратқан соң қыз қылып. Енді 7-8 жыл бұрынғы статистика қарайтын болсақ, сыңсу рәсімі аз орындалатын. Ол кезде дәстүрге де аз көңіл бөлінетін. Қазіргі таңда сыңсу рәсімі кәдімгідей шоу ретінде қабылданып жатыр. Сұраныс жақсы деуге болады. Және бұрын мысалға қыз өзі айтам десе өз еркі, жеңгелері айтам десе жеңгелері айтатын. Бізге тапсырса өзіміз айтамыз. Пайызбен қарайтын болсақ, әрине бүгінгі таңда біздің сыңсу рәсіміміз қатты жанданды деуге де болады. Қалай десек те сыңсу жат жұртқа кетіп бара жатқан қыздың туған еліне, жеріне деген қимас көңілін білдіретін ғұрып. Ендеше ұлтымыздың ғибраты мол салтына салғырттық танытпай, дәстүрді дұрыс дәріптесек игі. Ғалым Кәлмен, Аида Өмірзақ қызы, Айтуған Бағланов, арнайы қайырлы таң үшін.